Шүкіршілік медитациясына дайындалыңыз. Ыңғайланып отырыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Терең тыныс алып, баяу шығарыңыз. Мұрынмен тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Тағы бір рет дем алыңыз және шығарыңыз. Осы сәтте ешқайда асығудың қажеті жоқ. Ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ. Ешкім болуға тырысудың қажеті жоқ. Сіз жай ғана барсыз. Ал бұл үлкен нығмет. Өзіңіздің жүрек тұсыңызға назар аударыңыз. Сіз жүрек кеңістігіндесіз. Жүрегіңізде кішкентай алтын түсті жарық жанып тұрғанын елестетіңіз. Әр тыныс алған сайын бұл жарық ұлғайып келеді. Ол сіздің кеудеңізді, бүкіл денеңізді, бүкіл болмысыңызды толтырып жатыр. Енді өзіңізден сұраңыз. Бүгін мен не үшін шүкір айта аламын? Мүмкін бұл денсаулығыңыз шығар. Мүмкін балаңыз, мүмкін ата-анаңыз, мүмкін үйіңіз, мүмкін бүгінгі күніңіз. Шүкіршілік сезімін жүрегіңізде сезініңіз. Тек сөз емес, сезім. Шынайы алғыс. Жаратушым, берген өмірің үшін шүкір. Берген тынысың үшін шүкір. Жүрегімнің соғып тұрғаны үшін шүкір. Көзімнің көргені үшін шүкір. Құлағымның естігені үшін шүкір. Қолымның ұстай алғаны үшін шүкір. Аяғымның жүргені үшін шүкір. Менің өмірімдегі барлық жақсылықтар үшін шүкір. Енді өзіңізді болашақтағы ең бақытты нұсқаңыз ретінде көріңіз. Өзіңіз армандаған үйде жүрсіз. Сол үйдің есігін ашып кірдіңіз. Қабырғаларын көріңіз. Терезелерін көріңіз. Иісін сезініңіз. Өзіңізді сол үйде жүргендей сезініңіз. Бұл қызғаныш емес. Бұл талап ету емес. Бұл жетіспеушілік емес. Бұл сенім. Өйткені Құдай қалаған нәрсеңізді сізге күтпеген жерден де бере алады. Сол үйде отырғаныңызды сезініңіз. Жүрегіңізде қандай сезім бар? Қуаныш па? Тыныштық па? Рахат па? Сол сезімді үлкейтіңіз. Өйткені ми нақты оқиға мен шынайы сезімді ажырата алмайды.
Ал сіз дәл қазір молшылықтың сезімін бастан кешіріп отырсыз. Ішіңізден қайталаңыз. Мен жетіспеушілікте емеспін. Мен тапшылықта емеспін. Мен Құдайдың мол ризығының ішінде өмір сүріп келемін. Менің өмірімде мүмкіндік көп. Менің өмірімде жақсылық көп. Менің өмірімде береке көп. Мен қабылдаймын. Мен сенемін. Мен шүкір етемін. Енді жоғарыдан алтын нұр түсіп жатқанын елестетіңіз. Жоғарыдан төмен төбеңізден құйылып, жаратушының нұры төгіліп жатыр. Бұл махаббаттың, берекенің, қолдаудың нұры. Ол төбеңізден еніп, бүкіл денеңізді толтырып жатыр. Барлық қорқынышты жуып кетіріп жатыр. Барлық уайымды жуып кетіріп жатыр. Барлық сенімсіздікті жуып кетіріп жатыр. Сіздің орныңызға тыныштық келіп жатыр. Оның орнына сенім келіп жатыр. Оның орнына береке келіп жатыр. Жаратушым, егер бұл арман мен үшін қайырлы болса, оны маған жеңілдік пен нәсіп ет. Егер менен жақсысы бар болса, соны нәсіп ет. Жүрегіме тыныштық бер, жаныма сабыр бер, өміріме береке бер, ризығымды кеңейт. Мен шүкір етуші құлдарыңның қатарынан қыл. Терең тыныс алыңыз және баяу шығарыңыз. Ішіңізден 3 рет қайталаңыз. Мен шүкір етемін, мен қабылдаймын, мен сенемін. Жүрегіңіз нұрға, тәніңіз махаббатқа, мейірімге толып жатқанын сезініңіз. Жүрегіңізде тыныштық, жайлылық. Жүрегіңіздегі тыныштық пен берекені өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Терең тыныс алып, тыныш шығарыңыз. Жүрегіңізде шүкірлік, қуаныш, бақыт сезімі. Менде бәрі жақсы. Әлі бұдан да керемет болады. Алғысым шексіз. Алғыс айтамын. Барлығы үшін. Қазір қолымда барым үшін. Қазір жанымда бар адамдар үшін.
алғысым шексіз. Жаратушым, алғысым шексіз. Мен бармын, мен өмір сүріп жатырмын. Қуаныш, махаббат, жайлылық, тыныштық тәніңізді кернейді. Терең тыныс алып, тыныш шығарып, аяғыңызды, табаныңызды сезініңіз. Тәніңізді сезініп, осы жерге оралыңыз. Жайлап көзімізді ашамыз. Бүгінгі керемет күнге алғыс пен, махаббат пен, қуаныш пен бастаймыз.